Иә, бәріміз де сол, Алла тағала қайырын берсін, берекетін берсін. Не болса да Құдайдың тағдырымен. Мысалы, жаңбырды мысалға алатын болсақ, Құдай берекетті қылатын болса, ол жаңбырдан бақша өседі, егін өседі, шөп өседі мысалы. Берекетсіз болатын болса, су тасиды. Соған ұқсаған апаттар болуы мүмкін да. Берекетін тілеу керек дейді ғой. Еліміз тыныш болсын. Және мына жерде жай қаздың төшкісі тұр. 5 киладан сәл асады. Оның өзі жақсы ғой. Оның үстіне май жинаса. Мынау кішкене қалмағырдың несі, төшкесі, таза салмағы. Салыстырмалы түрде қойылған бір ағамыздың несі, суреті. Негізі бұны салмақты ғой, бірақ салмақтан көрі бұл әдемілік жағынан ғой. Орысша айтқанда декоративный сондай. Сол жағынан бағалайды да. Еттен басқа құстардан ұтады, бірақ еттен көрі өзін тірлей бағалайтын адамдар асатсаң, сен одан көп есе ұтасың да. Бағалы, қымбат құс. Қазіргі жағдайда бұл 5 айлық 4 ай жарымнан алдым, қазір 5 ай болды. Негізгі бағасы 30 мың. 30-35 балапан қыздар. Әрбір құстың да, мысалы, малдың, жәндіктің тіпті шатысқан қарапайым түрі болады, жергілікті немесе қолдан қара, домашний түрі, месіне жергілікті, сол сияқты бұлардың да тұқымды, асыл тұқымды деген түрлері бар да. Порода, или не порода деген сияқты. Тордың ар жағында тұрған қарапайым шатыс порода, жайғаз.